көз жанарын нашар көрсе де, соған қарамастан жаңағы өзге жандарға көмектесіп, содан жаңағы біреудің алдына барған емеспін. Мысалы, мен осындай инвалидпін, не болмаса мен осындаймын деген барып, өз еңбегімен. Болашақ корпоративтік қорынан қаржылай көмегімен осы дыбыс жазу студиясы ашылды. Бұл дыбыс жазу студиясы ашылу мақсаты, өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда аудио кітаптар қазақ тілінде аздық етеді. Сол себептен де осы оқырмандардың сұранысына ие аудио кітаптарды, қазақ тілінде кітаптарды біз дыбыстап шығарамыз. Ол бірінші жолы, екінші жолы. Қазір уақытта заман талабына сай дейді ғой, техниканың даму заманы кезінде мен сізге көрсетем, кассетадан аудио кітап тыңдайтынбыз. Қазір уже кітапты біз флешкамен соған жаңағы салу арқылы сол тыңдаймыз қазір. Сол себептен біз кассетадағы аудио кітаптарды біз цифровизация етіп, оны біз компьютерге енгізіп, оқырмандар жаңа келсе, соны жаңағы дискіге жазып береміз, флешкаға жазып береміз. Не болмаса, қолдарында не болады? Специально плеер болады, соған жазып береміз. И сонымен үшінші не, ол біз архив сақталады. Ол кітап бізде әртүрлі жаңағы бұрынғы жазылған кітаптар ғой, жаңағы солар бізде архивте қалады. Қазіргі уақытта 100 аудио кітапты біз жазып, соны 3000-ға данаға көбейтіп, соны жаңағы Жамбыл облысына, Семей, осында арнайы кітапханаларға біз тегін тараттық. Радион мақсатын атап өтейін. Қазіргі белгілі ақын жазушыларымызды қонаққа шақырып, солармен танысып, солардың жаңағы дауыстарын, жанды дауыстары бар. Соны біз YouTube каналға саламыз, Instagramға, Facebookқа салып, сонымен қатар өзіміздің архивте қалады. Кейін болашақта біздің ұрпақтарымызға айтылатындай міне осындай. Меня зовут Марина. Я инвалид первой группы по зрению. Ну, не только у меня основное другое заболевание, но 18 лет, как я уже ослепла. У меня осложнения вот пошли. И уже 5-й год я обучаю незрячих и слабовидящих пользоваться сенсорной соткой с голосовым сопровождением. Былай алайықшы, жазылып қойды. Аламыз. Салап, бұнда неде арабша келеді да, жазылған кезінде былай жазылады. Не яқтан жазылады? Керісінше. Жазып қойын. Аламыз. Лаудыра кетті. Несі бар, таптығы шеші бар бұл. Негізінде Брайль жүйесі 6 нүктеден тұрады. Соның жаңағы 6 нүктенің бір таңбасы әріп болып келеді мысалы. Не ғой, мұнан өзі бір таңба. Мысалы, мынау А. Мынау 6 нүкте ғой. 6 нүктенің жаңағы жоғарғы жағында бір нүктесі А болып келеді. Осылай кетеді алфавит бойынша мысалы. Осылай үйрете береді мысалы. Давайте начну. Введение. Имя Луи Людовика Брайля в настоящее время. Это вот Луи Брайль, который создал вот эту систему РТ. Сіздер келеді ғой, мысалға текст жазып беріңіз, мысалға үйрен айтатын кісі келсе, соған 4 жұмақ
сегіз шумақ өлең жазып беретін болса қолмен жазып береді. Бізге биыл алғаш рет десем болады, осы кітапхана 1970 жылы ашылды. Сол ашылғалы бері алғаш рет бізге мәжіліс депутаты келіпті. Ол жаңағы Мақпал Тажмағанбетова, мәжіліс депутаты, биылғы сайланған депутат қой. Сол алғаш рет сол неге келді. Сонымен қатар енді жаңағы тағы қосымша радиоға келген Баянғали ағамыз да осы жаққа келді. Ол кісі келіп батасын беріп, өзінің жаңағы кітаптарын аудио форматқа шығаруға не берді, авторлық құқығын берді. Қалаған кітаптарымды аудио форматқа шығарып, оқырмандарға беріңіздер деген. Сондай ұсыныстар ол кісінің тарапынан түсті. Әрине біздің оқырмандар да қуанды, алла тыныштығын берсін, сол кісінің